Бұл біздің жатақханамызға кіретін ең главный входтың бірі. Бұл жерге бүкіл оқушылар келе береді. Өйткені бұл жерде 7-ші сынып пен 10-ші сыныптың арасындағы бүкіл оқушылар оқиды. Бұл біздің жатақханамызға кіретін главный кіреберіс. Оқушылар осы жақтан кіріп шығады жатақханамызға. Жалпы жатақханамыз 48 адамға орын арналған. Қазіргі таңда 24 бала жатыр бізде. 5-ші сынып пен 10-ші сыныптың аралығындағы балдар жатыр бізде. Жалпы жатақханамызға 8 жатын бөлмесі бар. 8 жатын бөлмемен қамтылған. Бір душевойымыз, бір әжетханамыз және де бір прачкамыз бар. Аптасына 5 күн, қалайтын болса аптасына 7 күн, яғни суббота, воскресенье күн қалса болады. Егер де суббота, воскресенье күн қалған жағдайда киімдерін бізде мына жақта жуып, үтіктеуге бүкіл жағдай жасалған. Мына жақта балдарымыз киімдерін жуады, кептіреді және де заманауи үлгіде бізде паровой үтіктеріміз бар. Не үшін біз паровой үтік алдық? Өйткені қауіпсіздік мақсатында және де заман талабына сай жақсы жағдай жасау үшін осындай заттарды алдырдық біз. Кеш жарық, мен есімім Нұрхат Талғатұлы болады. Осы Зияткер хаустың аға тәрбиешісі боламын. Яғни балалармен кешкі сағат 5-тен бастап 10:30-ға дейін балалармен бірге боламыз. Қысқаша расписаниясын айтып кететін болсақ, жалпы 5-тен 6-ға дейін балалар сабақты аяқталады. Сосын келіп кешкі 6-ға ужинға дейін киімін ауыстырады, киімін жуады, не болмаса өзінің бос уақыты сабақ орындаса болады. Бізде оқушылардың бөлмесі дәл осылай. Бұл бізде қазіргі бос орын, бірақ алдағы уақытта толады деп үміттенеміз. Яғни өздеріңіз көргендей двухъярусный, 2 қабатты, кәдімгідей 6 адамға арналған орындық кроваттарымыз, кәдімгі лестницасымен бірге. Егер де түнде аунайтын балдар болатын болса, ұйықтайтын балдар болсын, оларға да қауіпсіздік мақсатында біздің ограждениелеріміз үлкен биіктікте қойғанбыз. Және де біздің матрастарымыз көрсеңіз болады, матрастарымыз полный ортопедический, кәдімгі мықты матрастар специально жасатылған. Біраз уақыт жатқаннан кейін майысып, айнып кетпейді ешқандай пружиналары. Және де қарасаңыздар болады, мына жақта бізде оқушылар үшін үлкен 2 шкаф берілген. Яғни мынау өзі бір адамға арналған шкафтарымыз болады. Кәдімгі заманауи үлгіде. Одан кейін тағы да айта кететін жайт, бізде оқушыларымыз 24/7 оқумен, біліммен, жазумен айналысады. Олар үшін біз кәдімгі парталарды қойдық, орындықтарды қойдық. Және де көп жатақханаларда жоқ, даже университеттердің жатақханасы жоқ. Әрбір бөлмеде біз кондиционермен қамтығанбыз. Кондиционер бар, жазды күні салқын, қысты күні жылу шашып тұратын болады. Мен жалпы балалар туралы айта кететін болсақ, сентябрьде, яғни оқу басталған уақытта барлығы жан-жақтан жиналды. Сарыағаштан, Жетісайдан, тіпті Қызылордадан, яғни қаланың сыртынан келіп жатқан балдар бар. Енді әрбір үйдің өзінің тәрбиесі, өзінің ұстанымдары бар. Бұл жақта барлығы ортақ, барлығы қоғам болып, бір үйдің баласындай болып жүру керек болады. Әрине басында біраз жүйеге түсу үшін біраз түсініспеушіліктер де болды, біраз балаларда бір-бірімен тіл табысу керек болды. Ол үшін де біз не істей аламыз деген ой болды. Кішігірім ойындар ұйымдастырдық, яғни бір-бірлерін тану, бір-бірлерімен дос болу деген секілді. Ең басында солай кірісіп кеттік. Бастапқы 1 айдың көлемінде, қазір 1 ай болды. Балалар біршама достыққа, бір-біріне ұйымшылдыққа жаймендеп үйреніп келіп жатыр. Енді нақты бір айтып кететін бір шаблонды айта кетсек, бізде алдыңғы айларда тазалық туралы жарыс болды. Сол тазалықтың нәтижесінде енді балалар біршама тазалық туралы үйренді, бірақ ең бізге қатты өткені тазалықты үйіне барып айтқандығы, осы жақта беріліп жатқан тәрбиенің құндылықтарын ата-аналарына барып айтып, ата-аналары қуанып жатқаны,
бізді өте қатты қуантады. Бұл бірлесіп істеген жұмыстың нәтижесі деп білеміз. Яғни ата-ананың баланың тәрбиесіне қатты көңілін бөліп, осы жаққа беріп, және де содан нәтиже көріп қуанып жатқаны бұл біздің де ісімізді шабыттандырады. Алтыдан ары қарай кешкі ас болады бізде. Кешкі астан кейін балалар 7-ге дейін өзінің тағы да бос уақыты. Кейбіреулері футбол ойнайды, тенниске барады, кейде балдармен бірге теннис ойнаймыз, футбол ойнаймыз. Жатақхана бірінші кезекте отбасынан сепарация ертерек болады. Кез келген оқушыға, кез келген бала болсын, ұл болсын, қыз болсын, сепарация ерте болады. Сепарация ерте болғанның бір жақсы жері, қоғамға ертерек бейімделесің, өз-өзіңе самостоятельный дейді, самостоятельный бола бастайсың. Яғни сені азында оятатын анаң жоқ, киімін тазалап беретін, сумкаңа кітаптарын салып беретін әке-шешең жоқ. Сен өз еркіңмен тұрып, уақытыңды пландап, яғни дисциплинаға, және де тайм менеджмент дейді ғой. Осының барлығына өзің игеруге, өзің басқаруға үйренесің. Кешкі 7-тен бастап бізде этюд басылады. Дәл қазір бізде этюд болады. Яғни этюд дегеніміз балалармен бірге отырып барлығы үй тапсырма жасайды. Яғни кешкі 7-тен 7:40-қа дейін бірінші этюд уақыты болады. Және де әжетханамызды көрсетейік сіздерге. Біздің әжетханамыз заманауи үлгіде. Оқушылардың қауіпсіздігі үшін тайып кетпейтін кілемше қойғанбыз. Одан кейін заманауи қол кептіргіштер қойдық. Мына жақта көрсеңіздер болады. Заманауи үлгіде бүкіл жағдай жасадық. Біздің жатақханамыздың жалпы не десек болады, тәртібі, ұраны бірінші кезекте бізде тазалық. Өйткені бұл қоғамдық орын болған ек, біз тазалыққа өте қатты мән береміз. Соған сәйкес біз душевойымызды көрсетейік сіздерге. Еңіздер. Бізде тоже заманауи үлгіде бізде душымыз бар. Кәдімгі орта кластағыдай мықты фитнес-центрдегілер кәдімгі мықты немен қамтылған душевойларымыз бар. 3 бағытта жұмыс істейтін бізде. Оқушыларымыз азында тұрған екен бізде және ұйықтар алдында оқушылар өздерінің жеке гигиеналық тазалықтарын жасайды. Біздің жатақханамыз сағат 5:00-де осы есік ашылады. 10 түнгі 10:30-да есік жабылады. Өйткені қауіпсіздік бізде бірінші орында. Жатақханадан ешкім шықпау керек, және де ешкім кірмеу керек. Және де оқу уақытында заттар өз орнында тұру үшін, басқа да келеңсіз жағдайлар болмас үшін біз жатақхананы құлттап жүреміз постоянно. Және де бір ескере кететін жайт, біздің жатақханамызға сырттан ешқандай адам кіріп шыға алмайды. Егер де қонақ келетін болса, ата-анасы келетін болса, басқа да өзінің сыныптасын, жатақхананы көрсету үшін, бөлмесін көрсету үшін келетін болатын болса, онда бізбен арнайы рұқсат алады. Ол адам кеш сағат 7:00-ге дейін осы жатақханамызда болып, балалардың достарымен танысып, ойнап, дальше қайтады. 7:40-тан 8-ге дейін бізде поздний уақыты. Менің есім Омар Жанболатұлы болады. Өзім жалпы қазақ тілі лицейі, бұрынғы қазақ тілі лицейі, қазіргі білім инновация лицейінің түлегімін. Сол жақта біз 5 жыл жатақханада тұрдық. Одан кейін Шымкент білім инновация лицейінде 4 жыл тәрбиешілік қызмет атқардым. Ол жақта да, яғни общий есептеген кезде
9 жылдық өмірім мен жатақхананың системасында өткен екен. Сол жақта білген, көрген нәрселерімізді оқушыларға бөліскіміз келеді, оқушыларға бойына сіңдіргіміз келеді. Сол үшін де осы жатақханада қызмет етіп жатырмыз оқушылар үшін. Енді біз кезінде біраз жыл бұрын жатақханада тұрдық, енді ол кезде жағдай жоқ деген сияқты үкіметте қаржы бөлінбеді ма деп қоймын. Жалпы қазір біздің құрылтайшымыз Олжас Жаковичке үлкен алғыстар білдіреміз. Ол кісі оқушылар үшін бүкіл жағдай жасап беріп жатыр. Ешқандай нюанс жоқ. Біздің кезіміздегі нәрселерді айттым, ағай осындай болмау керек дегенім. Ол кісі болмар ағай, давайте оның бәрін кемшіліктердің бәрін орнын толтырайық. Позден ішіп келеді, одан 8-ден 8:30-қа дейін екінші этюд. Жалпы балалар 2 үй тапсырмасын жасайтын болады. Бұл жақта жалпылама отырып телефонын жиналады, не болмаса сабаққа керек болатын болса телефондарын беретін боламыз. Балалармен көп уақыт бірге жүретін болғаннан кейін кейде балалармен әңгімелесеміз, кейде дос болып ойнаймыз, кейде тәрбиелеу керек болады, кейде жай ұрысып қоямыз. Барлық үй тапсырмалар біткеннен кейін кешкі 8:40-тан 9:15-терге дейін бізде аптасына бір рет тәрбие сағаты болып отырады. Ол тазалық және де түрлі активитилар болады. Оқушылар, тәрбие сағатымызды бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз төтенше жағдайда не істеу қажет. Төтенше жағдайларды білеміз ба? Төтенше жағдай дегеніміз не? Адамның басына қауіп түскен сәттердің бірін төтенше жағдай деп айтады, Тәрбие сағаттарында, яғни балалар аптасына бір рет болса да айтып отыратын болсақ, олардың тәрбиесіне біршама араласамыз деген ниетіміз бар. Балаларды жалпы жатақханада жүрген уақытта тек қана тамақ ішуін, сабақ оқуын қадағаламай, тәрбиесіне де атсалысып, оларға да тәрбиесіне де бір өзіміздің септігімізді тигізсек деген ниетіміз бар. Біздің жатақханада бірінші кезекте қауіпсіздік ескерілген, екінші кезекте тазалық ескерілген. Оқушылардың бағандай кіріп шығуын барлығына біз тазалықпен қаратамыз. Одан кейін ешқандай форс-мажорный ситуация болмаса екен деп тілейміз. Соған максимально алдын алдық. Оқушылардың енді түнде ауырып қалуы мүмкін, басқа да кез келген бір қауіпті жағдайлар болуы мүмкін. Соның барлығын алдын ала ескере отырып, алдын алдық деп ойлаймын. Тағы да айтып кететін дүние, бізде дәл қазіргі таңда ата-аналардың барлығының бір қатты назарға ұстайтыны баланың телефоны, яғни оны шамадан тыс қолдану, шамадан тыс телефон шұқылау, біріншіден баланың денсаулығына, екіншіден сабағына да әсер етеді. Жатақханадағы артықшылықтың бірі де сол шығар. Кешкі 10:30-да балалар жатуға дайындалған уақытта барлығынан телефон жиналады, бірыңғай, және де таңғы уақытта, сабаққа баратын уақытта ғана қолдарына беріледі. Яғни бала ол жерде біріншіден миы тынық ұйықтайды, телефоннан жырақта ұйықтайды, және де артық ойсыз ерте ұйқыға жатуға қамданады. Оның өзі ата-ана үшін де өте қатты қуаныш, себебі қазіргі таңда өте актуальный тема деп айтсақ болады, ата-аналардың баладан телефонды жырақ ұстауы. Қазан айының жарысы ретінде біз кітап оқу жарысын қойдық. Ол кітап оқу жарысының таңдаған кітабымыз Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген кітабын таңдадық. Осы кітап оқу жарысында чемпион болған оқушыларымызға белгілі мектеп тарапынан берілетін сыйлықтарымыз бар. Жалпы адамды тәрбиелейтін ол қоғамдық орта ғой. Кезінде біздің әке-шешеміз айтатын еді, балаңа ең бірінші жақсы орта тауып беріңдер деп. Сол ортада, қандай ортада жүрсең, сен сондай адамға бейімделесің. Яғни 3-ші миллионер кім болса, 4-ші сен боласың дейді ғой. 3 миллионердің қасында жүрсең, 4-ші миллионер сен боласың дейді. Дәл сол сияқты біз күшті бір қоғамдық бір орта тәрбиелеуге тырысамыз. Ол жерде бірінші кезекте бауырмашылдық, еліне деген сүйіспеншілік, патриотизм, жалпы мейірімділік, бір-біріне қамқорлық, осындай құндылықтар біз оқушылардың бойына сіңіруге тырысамыз. Жалпы менің өзім іштегі ойым, қазіргі таңда көптеген проблемалар әлеуметтік желіде жүр ғой. Өзім ойлаймын, жатақхананың балдары, яғни әйелін ұрмайтын, қоғамға зиян тигізбейтін, бала-шағасын жылатпайтын, жалпы пара алмайтын,
сондай мықты жігіттер өссе екен деп ойлаймын. Жалпы солай. Сол бағытта біз тәрбиелеп жатырмыз балалар. Жатақхана ең біріншіден баланың өзінің былайша айтқанда самостоятельно, яғни өзін өзі алып жүруіне өте қатты әсер етеді. Бұл жаққа келген уақытта, яғни ол өзінің отбасынан жырақта жүргендіктен өзінің киімін, яғни өзін өзі алып жүру керек болады. Сол жағынан бала үйреніседі. Және де артықшылықтарын айта кететін болсақ, бұл жерде қоғам болып жүреді, яғни балалармен бірге, өзінің қатарластарымен бірге жүреді, көбірек уақыт өткізеді. Яғни баланың былайша айтқанда даму жағынан да өте қатты әсер етеді. Не тек қана сабақ емес, балалармен бірге әңгімелеседі, олармен бір топтық жұмыстар жасайды. Олармен әрқашан бізде айтыламыз, күнде тамақтан кейін балалар футбол ойнайды. Яғни спортқа да өте қатты әсерін тигізеді. Сол үшін де жатақхананың дәл қазіргі артықшылықтарының бірі сол деп айтар едім. Жалпы ең алғаш отбасынан бөлініп келген кезде біздің оқушылар жатақханаға үйренісі қиын болады. Сол үшін де біз бірінші кезекте жасайтын нәрсеміз ол әке орнына әке, ана орнына ана болатын біздің тәрбиешілеріміз. Яғни келген кезде қолынан жетектеп, кез келген проблемасына, кез келген уақытта 24/7 көмектесуге дайын болатын, көмек қолын соза алатын, сұрағына жауап бере алатын бізде мықты тәрбиешілеріміз бар. Ол тәрбиешілеріміз де біз специально үлкен жастағы мұғалім апай ағайларымыз таңдаған жоқпыз. Оқушылармен қатар, яғни жас айырмашылығы үлкен емес ағайлар таңдадық. Өйткені не үшін? Баланың халіне түсе алып, баланың тілімен сөйлесе алып, сол деңгейде, сол бір вайбта жүре алатын тәрбиешілеріміз бар. Сол кісілер ананың орнына ана, әкенің орнына әке болып жүр. Бала білеміз барлығымызға қымбат, алтын тастардан да қымбат, бірақ өмірдің шындығы сол. Уақыт өте келе бала бізден по-любому бір алшақтайды, яғни сепарацияға түседі, отбасы құрады, университетке түседі. Ер жігіт болғаннан кейін ер жігіттің өмірі көбінесе түзде болады. Сол үшін де сол өмірге, студенттік өмірге, болашақ өмірге ертерек дайындаймыз десеңіздер, біздің жатақханаға келсе болады. Оқушыларымыз сабағынан да уайымдамасаңыздар болады, 5 мезгіл тамағынан да уайымдамаңыздар. Қазіргі таңда бізде 15-20 шақты орын бос. Кез келген уақытта 5-ші сынып пен 10-ші сыныптың арасындағы ұл балалар келсе болады.